Қайырлы күн, біздің сүйікті көрермен, сіздермен бірге Абай жастары подкаст жобасы және тізгінде мен Ботагөз Мұратқызы. Бүгінгі студиямызда ерекше қонақ, семейлік алғашқы блогер келін, тату-тәтті реалити шоуының қатысушысы және де өзгеше бол қыздар даму клубының жетекшісі, өмірде нағыз үлгі боларлық тұлға Ғалия Жүсіпбекқызы. Ғалия ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет Бота ханым. Ғалия ханым, енді біздің көрермендерімізге өзіңізді толықтай таныстырып кетсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Есімім Ғалия, барлығы енді Галек деп таниды. Галек семейлік алғашқы келін блогер деп. Жасым 29-да. Абай облысы, Семей қаласы, абайлықтардың барлығына келінмін. Мүмкін сіздерге жеңгемін. Жасым 29-да деп айттым. Қызылорда қаласының тумасымын. Алматы қаласында оқыдым. Және де сол жақта семейлік жігітпен танысып, осы Семейге келін болған жайым бар. Жақсы, рахмет. Енді осы блогерлікке, одан кейін клуб жетекшілігіне қалай келдіңіз? Блогерлікке негізі сол студент кезімде камераны, сөйлеуді жақсы көрдім. Мектеп кезімнен осы сөйлеуді арманым. Тілші маманы, мүмкін сіздердің әріптестеріңіз болып қалар едім. Бірақ ол арманым орындалған жоқ. Басқа салаға тіпті есеп қисап саласына кеттім да, бірақ іштегі енді арман мақсат қалып қалды. Сонымен студент кезде жақсы көріп, әдемілікті, камераны жақсы көріп, мүмкін осы келін болған кезде ашылдым ба деп ойлаймын. Себебі келін болған кезде енді тамақ жасаймыз үйде. 2019 жылы бастадым блогты. 2019 жылы енді Инстаграм саласында блог бастау дамып келе жатқан болатын. Бірақ енді Семейде қатты дамыған жоқ. Себебі Семейде мен Қызылордада өскеннен кейін салт-дәстүрді көріп, біліп өстім. Соны осы жақта жасадым. Яғни мен үйде орамал тағып, сәлем салып ата-енеме, соны Инстаграмға салып бастағанда семейліктер таң қалды. Біздің Семейде сәлем салу жоқ, орамал тағу жоқ, сен қайдан келгенсің, өз жағыңда жаса дегендей мүмкін арасында негатив те айтты. Мен айтам, енді Қызылордада жүргеннен кейін ол жаққа мен қызбын, мен қайда келін болдым, мен сол жақта жасаймын. Ата-анамның тәрбиесі де сол. Және де менің әкем, тату-тәтті жобасында да айтқан болатынмын, әкем сол салт-дәстүрді өз жеріңде ұмытпа. Қайдан шыққаныңды ұмытпа, сол себепті енді өле-өлгенше сәлем салып, орамал тағып, өзіңнің келін екеніңді сол жерде ұмытпа деп миыма құйып жүрген болатын. Соны әлі күнге дейін жасаймын. Сол арқылы блог дамыды. Және өзімнің қатты бір қалауым деп ойлаймын. Блогты сол арқылы дамытып, осы Семейге танылған жайым бар. Жақсы, рахмет. Енді бастаған кезде бір әлдеқандай қиындықтар болды ма? Соны сіз қалай еңсере білдіңіз? Жаңа айтып өткендей біраз кері пікірлер, яғни негатив деп айтады ғой, кері пікірлер болды, қабылдай алған жоқ. Енді мені қолдаған бірінші ол өмірлік серігім, жолдасым. Одан кейін ол кісінің ата-анасы, ата-енем. Ол кісілерден бір ауыз не істеп жүрсің деген нәрсе болған жоқ. Қайта ол кісілер идеямен алмасып, былай түсірсең қайтеді, былай түсірсең, үйде енді ол кезде рецепт түсіремін, не істеймін, ананы істеймін ба, мынаны істеймін ба. Қайын жұрт жағымнан да, яғни өз елім деп айттым ғой, ол кісілерден де қатты қолдау болды. Сол қолдаудың арқасында деп ойлаймын. Ал мен кері пікірлерге мүлдем бір көңіл күйімді түсіріп, ондай кез болған жоқ. Мен кері пікірлерге өзімнің артық энергиямды дейді ғой, құртпай бірден блокқа қойып тастайтынмын, немесе жауап бермейтінмін. Бірақ енді жолдасыма айтып, оған қатты мән берме, сен өсетін адамға кері пікір келеді. Яғни сен өсіп жатсың. Ол нормально деген секілді айтатын. Солай еңсердім десем болады. Енді балалық шаққа саяхат жасайық. Бала күніңізде бір арманыңыз болды ма? Ол қазіргі таңда сол арманыңыз орындалды ма? Балалық кезімде енді сол айттым. Тілші болғым келді, телевизордың алдында диктор болғым келді, танымал адамдардың бірі болғым келді негізі. Мен барлығы таныса ғой, мен бір белсенді адам болсам екен. Және де менің әкемнің апайы болатын. Ол кісі енді Қызылорда қаласында Қоғам ТВ деген телерадио компания бар, жеке. Сол иесі болатын. Сол кісінің жұмысына барған кезде, кабинетіне барған кезде, енді бастықтардың кабинеті, осындай әдемі үстел, компьютер деген секілді, соған қарап мен бастық болғым келетін ғой. Яғни мені барлығы үлгі тұтатын адам болсам екен дейтін. Қарап, мен өскен кезде осындай боламын деп солай ойлайтын. Мен жай соған келе жатырмын деп ойлаймын. Яғни армандар орындалады.
оған сену керек. Оған сену керек. Жақсы, рахмет. Енді сіздің негізгі мамандығыңыз туралы айтып берсеңіз. Негізгі мамандығым менің финансы дейді ғой, финансыды бітірдім, бухгалтерлік қызмет атқарып, декретке шыққан жайым бар. Қазір кішкентай қызым бар. Ол саланы енді мен жақсы көріп келген жоқпын. Солай болып қалды. Бірақ енді ол саланы да жек көремін деп айта алмаймын. Жасадым, еңбек еттім, өзімнің ақымды алдым, керек жерінде өзіме ұғатында нәрселер алдым, есеп қисап жүрген жерде жақсы. Бірақ мен бір 70-80% осы творческий адам деп айтады ғой, творчествоның адаммын, шығармашылық адаммын. Жақсы, рахмет. Енді кішкентайыңыз бар екен, естідік. Жақында тұсауын да кесіпсіздер, құтты болсын. Енді осы бала тәрбиесінде өзіңіз бір ұстанатын ұстанымдарыңыз бар ма? Ұстанымдарым бар бала тәрбиесінде. Енді балам әлі кішкентай, қызым 1 жас 2 ай, 1,5 ай енді боламыз. Бірақ негізгі ұстанымым бала самостоятельный деп айтады ғой. Өз өмірін өзі қалыптастырып, өзі өмірге икемді бола білу керек. Біздің ата-аналарымыз, жанымыздағы енді адамдардың ата-аналары, бұрынғы енді ата-аналар балалардан дайын нәрсені үйретіп алып келген, тіпті үйіндегі киген киіміне дейін дайындап береді. Ал мен оны құптамайтын едім. Өзі киім ба, бала өзі дайындалу керек. Енді мысалға біз баланың тәрбиесінде баланың өмірінде де біз ата-анасын негізі уақытшамыз. Ол бір арда өзінің бір 15, 16, 17 жасына дейін бізбен бірге тұрады, мектебін оқиды, мектептен кейін ол өзінің жаңағы қалаған жеріне оқуға кетеді. Одан кейін ол өзі ары қарай өз өмірін өсіріп кету керек. Ата-анадан қолдау ғана болса болғаны, бірақ барлығын жасап беруге ата-ана міндетті емес. Сол ұстанымды ұстанамын. Жақсы, рахмет. Енді өзгеше бол қыздар клубы ашылды. Құтты болсын. Рахмет. Осы клубтың, қыздар даму клубының басты мақсаты қандай? Қыздар даму клубының басты мақсаты, жаңа ғана сол жердің біз үлкен офис алып ашылудан келіп отырмыз сіздерге. Бүгін қасымда, жанымда әріптесім бар. Ол кісінің есімі Маржан. Ол кісі де семейлік блогер. Сол кісі екеуміз осыдан 6 ай бұрын осы клубты ашқан болатымыз. Онлайн түрде осы уақытқа дейін жүргізіп келдік. Яғни кездесулердің барлығы бір офистарда өтетін болатын. Енді бүгін сол офисті ашып, өзімізге жеке үйіміз ретінде, офисіміз ретінде ашылды. Басты мақсат әйел адамның дамуы, қыздардың дамуы. Қазір қыздардың барлығы дамығысы келеді. Үйде отырса да бір нәрсе жасағысы келеді. Инстаграм арқылы, жаңағы TikTok, әлеуметтік желі арқылы дамып, ары қарай өздерін жақсы салаға бет бұрғысы келеді. Және де бизнесте жүрген ханымдар бар. Бірақ Инстаграмда қалай даму керек, TikTokта қалай даму керек, білмейді. Жолдарын білмейді, Инстаграмды қалай әрлеу керек, жаңа контент план жасау керек деген секілді оны білмейді. Өзіміз енді осы салада 7 жылда жуық уақыт болып қалыпты. 7 жылда енді біраз бізде тәжірибе бар. Сол тәжірибені неге бөліспеске, неге көмектеспеске, және де қолдауы бар орта ол әрдайым өседі. Сол себепті қазіргі таңда 70-ке жуық бізде әйел адамдар бар клубта, және де 2 филиалымыз бар. Біреу Курчатов қаласында, біреу Жарма ауданында. Ол жақта да қыздар, енді бизнесте жүрген қыздар өздерін дамытады. Басты мақсат Инстаграм арқылы даму, және де тұлға ретінде даму. Жақсы. Қанша жастағы қыздарға арналған, немесе қай саланың қыздарына? Бізде жас шектеу жоқ. Бізде 18 жастан 50, енді бізде ең үлкен апайымыз, апай деп айтамыз, енді анамыздай 50-ден асып кеткен жан. Жас шектеу жоқ, және де сала бойынша да ешқандай бір шектеу жоқ. Кез келген саланың адамы, және де кез келген жастағы әйел адамы. Тек қана әйелдердің клубы. Ал ол кісілердің бір өзгеруін, дамуын бір бақылап отырсыздар ма? Бақылаймыз. Біздің клубқа міндетті түрде 6 айға кіреді. 6 айға дейін ол кісілер қалай болып келді, 6 айдан кейін қандай болды. Және де біз әрдайым бір кірген, жаңа резидент деп айтамыз, өзіміз резиденттермен сөйлесіп отырамыз. Мысалға бізде бір айда 4 жиын болатын болса, 4 жиынға 2 жиынына келмей қалса шығамыз, сіз неге келмедіңіз, не болып қалды. Яғни ол кісіге біз Инстаграмда да қолдау емес, яғни жеке қолдау да береміз. Мүмкін енді бір жағдай болып қалған шығар деген секілді. Енді көптеген өзгерістер болып жатыр. Осы 6 айдың ішінде көптеген өзгеріс, тіпті 360 градусқа өзгеріп кеткен қыздар бар. Яғни клубқа келген кезде мүлдем басқа адам, клубтан қазір клубтың ішінде жүрген кезде мүлдем басқа адам.
Енді тату тәтті реалити шоуына келейік. Иә. Тату тәтті реалити шоуына қалай шақырту алдыңыздар? Тату тәтті реалити шоуына Қазақстан ұлттық арнасына барып келдік ақпан айында. Осыдан 1 жыл бұрын мен босанып жатқан кезде тату тәтті реалити жобасы басталды. Ол кезде енелер мен келіндер сайысы болды. Енелер мен келіндер сайысына да бізге ұсыныс түскен. Енем екеумізге ол кезде енді мен бөпем 40-на шықпаған болатын. Сол себепті біз енді Астанаға ол кезде бара алмадық. Ол кезде бармадық деп айттық. Одан кейін осы биыл уже 3-ші маусым басталып кетті. 2-ші маусым басталған кезде жұптармен болып жатыр. Мен айтатын, неге біз шақырмайды деп. Ол кезде енді мен білмеппін. Өзің де ұсыныс тастауға болады екен. Оны біз барып келгеннен кейін біліп жатырмыз ғой. Одан кейін 3-шісіне бізде ұсыныс келді. Мен бірден барып жолдасым айттым. Енді ол кісі камераның адамы емес. Бірден жоқ, неге деген секілді қарсы пікір айтты. Сосын енеме айтып едім, жоқ, былтыр бара алмағанбыз, барыңдар. Қазақстан ұлттық арнасына кез келген адамға шақырту келмейді, ұлттық арнаға шығасыңдар. Bir жағынан ол опыт деген секілді. Сонымен ұлттық арнаға өздері редакторлар жазып шақырту алып, 5 күнге барып, тікелей эфирге барып қайттық. Енді өте өзімізге өмірлікте мәні бар заттар алдық, себебі қасымызда өте керемет жұптар болды. Әр жұптың өзінің бір алар дүниесі болды. Сонымен алып керемет жартылай финал өтіп келдік. Енді осы түсірілім барысында өзіңіздің есіңізде қалған сәт болды ма? Иә, есімде қалған сәт болды. Түсірілімнің 3-ші күнінде ғой деймін. Енді бізде жұптардың өмірлерін айту ғой бұл жерде. Мақсат, тату тәттінің мақсаты өмірде неше түрлі отбасылардың өмірі бар. Сіздер секілді отбасылар көп. Және де сол сіздердің бастарыңызда болып жатқан қиыншылықтарды еңсере алу керек деген жоба. 3-ші күні біздің өзіміздің оқиғамызды айтатын жері болды. Біз өзіміздің балапанымызды 5 жыл күтіп, 5,5 жыл деген кезде дүниеге келді. Соны айту мақсатында мен енді жылаған болатын. Енді қолдау мен енемнен көрдім. Енемнің өте қатты қолдауының арқасында балапанымыз дүниеге келді деп ойлаймын. Сол кезде енемді айтқан кезде жылай берем ғой. Андай қуаныштың көз жасы ма, әлде алғыс айта алмаған ғой. Енді осы уақытқа дейін алғыс айтып жыладым ба, білмеймін, бәрін жылап айтып отырмын. Енді бүкіл эфир жаңағы Әйгерім Есенәлі, жүргізуші ханым, тіпті бізді түсіріп отырған осындай кадр сыртындағы адамдар да жылаған ғой. Сценарист қыздар барлығы жылаған. Сол сәт қатты есімде қалды. Енді ол кісілердің мен жылаған білмеймін, бірақ Әйгерім ханым қасында жылап отыр. Қасында қатысушы ханымдар жылап отыр. Бір кезде шыққаннан кейін кадр сыртындағы адамдардың жылағанын көрген кезде тіпті одан кейін хаттар келді, бүкіл Қазақстан жылапты, бүкіл Семей жылапты, барлығымызды жылаттың деп сол сәт қатты есімде қалды. Енді қазіргі заманда сіздің үлкен отқан жетістігіңіз осы жақсы енеңіз шығар. Иә, өте сирек кездеседі ғой. Енді қазіргі замандағы қыз келіншектер үшін ең басты қиындықтар неде деп ойлайсыз? Қазіргі заманғы қыз келіншектер үшін ең қиын нәрсе қазір қызығушылық көп. Елдерде мысалға қазір Инстаграм бар, ТикТок бар, барлығы еліктегісі келеді. Мысалға біздің өмірімізді, блогерлердің өмірін, жаңағы жақсы өмір сүріп жатқан адамдардың өмірін көреді да, ол қыздар айтады, мен де сондай болғым келеді, жаңағы күйеуінің миын ашытады, айналасындағы адамдардың миын ашытады. Бір жаман жері сол. Әлеуметтік желінің, яғни еліктеушілік көп. Ал енді ол еліктеушілік емес, мен өз өмірімді сондай адамдарға қарап жақсартам деген адамға негізі жол ашық. Оқимын, білемін деген адамдарға жол ашық. Солай мысалға мен еңсеріңіздер деп айтқым келеді әйелдерге. Ішкі түйсік, өзіңіздің тіпті қатты бір арманыңызды орындағыңыз келсе, мақсатыңызды орындағыңыз келсе, оған жетуге болады. Және де бір айтқым келеді, жақсы нәрсе айту керек екен. Мен студент кезімде тағы бір айтайын, студент кезімде былай айтатынмын. Қасымдағы қыздар, мен ата-енеммен тұрмаймын, неге деп айтатын да. Ал мен сол кезде қазір есіме қалып отырсам, мен ата-енеммен бірге тұрамын. Енді ол кезде мен жолдасыммен де жүрмеймін. Ата-енеммен бірге тұрамын, мен инабатты ибалы келін боламын деп айтқанмын ғой. Енді қазір айтсам, мен соның бәрі орындалған. Енді тіпті ата-енеме емес, бүкіл Абай еліне енді инабатты келін болып жүрмін ғой қазір. Соны айтам да, жақсы сөз айту керек екен. Енді қыздардың бойындағы сенімділікті арттыру бойынша қандай кеңестер бересіз? Мысалы енді көп қыз келіншектер прямой эфирларға, тікелей эфирларға шығуға қорқады, немесе жаңағы живая история дейміз ғой, солай жазуға да қорқып жатады. Сол бойынша қандай кеңестер бересіз? Өзіңіздің лайфхактарыңызбен бөліссеңіз.
ең бірінші адам өзін жақсы көру керек. Қандай да болмасын, сіз әдемісіз, сіз өзіңіз үшін өзіңіз ең керемет жансыз. Одан кейін ғана барып жаңағы күйеу, бала, ата-ене, өзіңіздің ата-анаңыз бірінші орынға өзіңізді қою арқылы сенімділік пайда болады. Сосын қыздарға мен көп оқыңыздар деп айтқым келеді. Көбісі айтып жатады, енді сіздің тіл байлығыңыз жақсы деп. Мен енді мектепте кітап оқығам. Енді қазір осы декретте жүрген кезде 9 ай бойы балапаным ішімде болған кезде мен кітап оқитынмын. Енді қазірде де өзімнің тілімді дамыту мақсатында кітап оқимын. Қыздарға күйеуге шығуға қатты асықпаңыздар деп айтқым келеді. 18 жас, 19-20 жас тіпті ерте. Мен өзім 23 жасымда тұрмысқа шықтым. Кейбір кезде ойланып қаламын, 23 жас ерте шығып қойған жоқпын ба деп. Бірақ енді оқыдым, тоқыдым, жұмыс жасадым. Сол себепті қыздарға оқып, білім алып, жұмыс жасап, жан-жағыңа қарап, өзіңе сенімді болғаннан кейін тұрмысқа шық. Оқыған адамның, жан-жақты елді жерді көрген адамның ол тіпті сенімділігі ішінде болады да, ол камераға да шығуға да ұялмайды, өзін кез келген ортада еркін ұстайды. Жақсы, енді көрермендерімізге жаңағы кітап оқимын деп айтыңыз. 3 жаңағы ұсынатын кітаптарыңыз. 3 ұсынатын кітаптарым. Ең бірінші мен Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхатын» оқыңыздар дегім келеді. Себебі мен ол кітапты сенсеңіздер бір 10 шақты рет оқыған шығармын. Себебі өте қызықты кітап. Балалық шаққа да барып қайтасыз. Бір жағынан тіліңіз де дамиды. Және де бір айтарым, осы абай жастарына айтқым келеді. Абай елінде тұрғаннан кейін абай жолын оқыңыздар. Міндетті түрде. Себебі мен көп жерде сұраймын жастардан, енді мен қазір өзім жасым 30-ға келіп қалды. 18, 19, 20-дағы осы абай елінің жастарынан сен абай жолын оқығансың ба деп сұраймын. Көбісі жоқ деп айтады. Абай жолында да өте тілге, яғни тіліңізді дамытқыңыз келетін болса, абай жолын оқыңыз дегім келеді. Түсінбейтін тұстары болады. Түсінбейтін тұстарын мүмкін ол кезде бір оқығанда түсінберсіз, 2 оқығанда түсінберсіз, 3-ші оқығанда міндетті түрде түсінесіз. Ал енді 3-шіге мен енді мына кітап деп айтпай қояйын, бірақ психологиялық кітаптарды оқыңыздар дегім келеді. Қазақша түрлері де бар, орысша түрлері де бар. Өзім қазір неге оқыңыздар деп айтқым келеді. Психология қазіргі салада өте қатты дамып жатыр, және де психологтарды бәрін тыңдаңыздар демеймін. Психологтарды тыңдамаңыздар, тіпті керек те жоқ, тек қана кітап оқу арқылы өзіңіздің психологиялық салаңызды меңгере аласыз. Жақсы, рахмет. Блогингқа келу себебіңіз неде? Жаңағы келу жолы қалай келгеніңіздің барлығын естідік, бірақ оған не түрткі болды? Оған түрткі болған, жаңағы айттым ғой, балапанымды ұзақ күттім. Енді әйел адам ой жеп қояды ғой. Сол ойдан арылу мақсатында келген ғой. Жақсы, рахмет. Контент таңдаған кезде неге мән бересіз? Контент таңдаған кезде енді қазіргі таңда сапаға мән береміз ғой. Қазір енді қолымызда тұр, блогерміз, көп адам таниды деген секілді. Ал енді блогқа келмей тұрған, енді бастапқыда келгенде менде енді iPhone телефон болған жоқ. Жай 60-70 мың теңгелік телефон болды. Бірақ енді ішкі түйсік, ішкі қатты қалау осыған жеткізді. Енді қазіргі таңда сапаға мән берем, және шынайылыққа мән берем. Қалай барысыз, солай түсіре беріңіз дегім келеді. Жеке өмірмен жаңағы әлеуметтік желіде қандай баланс ұстайсыз? Жеке өмірмен әлеуметтік желіде мен енді күйеуімнің айтады ғой, енді қолдауы бір жағынан мен өзім тез қимылдаймын. Барлығына үлгеруге тырысамын. Ананы да көңілін тауып, мынаны да көңілін тауып, күйеудің де үйдің де. Сол себепті барлығын баланста ұстау керек. Мысалға өліп жұмыста жасап кетпеу керек, қатты үйде де отырып қалмау керек қыздарға. Барлығын 50-50 ұстап жүрсеңіз, барлығы бақытты болады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Болашақта қандай жобаларды іске асыру ойыңызда бар? Енді болашақта осы клубты бастағанымызға 6 ай болды ғой. Енді клубты жылдар бойы жүргізгіміз келеді. Енді қазір ашылып, қазір жабылатын нәрсе емес деп ойлаймын. Осы клубты енді біз жай осы Абай облысының аудандарына, қалаларына шығып жатырмыз. Енді алдағы уақытта жоспарымыз бар. Сол Абай облысының аудандарының барлығында ашу осы клубты, және де одан кейін ары қарай Қазақстанға бару. Ал негізгі мақсатым дегенде негізгі арманым осы Абай елінде, мүмкін Қазақстан республикамыз, өзіміздің республикамызда бір халыққа пайдалы адам болғым келеді. Жақсы. Енді сұхбатымыз өзінің соңына да келіп қалды. Осы жерде бізді көріп отырған көрермендерге, жас қыздарға, әйелдерге айтар ақыл кеңесіңіз болса? Енді әйел адам бақытты болғанда айналасының барлығы бақытты болады. Әйел адам бақытты болу үшін
барлығын өзінің ішіндегі арманын орындау және де сол мақсатқа жету. Ішкі түйсікті тыңдасаңыздар, ішіңізде не болып жатқанын, ішіңіздегі адам не деп жатқанын орындасаңыздар, барлығы бақытты бала да, күйеу де, ата ене де, айналаңыздағы адамдар да. Өзіңіздің арман мақсатыңызды орындау үшін ешқашан да талмаңыз, ерінбеңіз, еңбектеніңіз дегім келеді. Жақсы. Ғалия ханым, енді осындай уақыттан алтын қымбат нәрсе жоқ кезде келіп бізге уақытыңызды арнап сұхбат бергеніңіз үшін, сұхбатқа келіскеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сіздердің жаңағы қыздар клубына тек қана шығармашылық шабыттар, сәттіліктер тілейміз. Рахмет үлкен. Ал құрметті көрермен, бүгінгі подкаст жобамыз өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.